қазіргі жасайын деп жатырған нұсқа талдау осыған дейінгілерге қарағанда градусы жаңағы қиындығы кішкене жоғарылау болады. Біз осылайша алдағы нұсқа талдауларда қиындығы жағынан күрделеніп бізді өзімізді ұбт-ға дайындайтын боламыз. Бірінші сұрақ, реттеуші нәруыздар дейді. Біз жалпы білеміз, нәруыздардың функциялары өте үлкен, зор. Вот солардың бірі бізде реттеу болып табылады. И реттеуге жауап беретін нәруыздар бізде в основном ол өсу гормоны, инсулин, глюкагон, жаңағы қанттың деңгейін қарап тұратын, және де бізде пролактин деген сияқты гормондар бар. И мына ішінен біз қазір каждый өтіп шығатын болсақ, инсулин мен глюкагон біріншідер екен, сол бізде реттеуші нәруыздар болып табылады. Қалғандарына қарайтын болсақ, миозин мен актин ол бізде бұлшық еттерді жиырылуға жауап беретін нәруыз, тромбин мен фибриноген ол бізде қанның ұйылуына жауап беретін нәруыз, иммуноглобулиндер олар бізде жаңағы вирус, бактерия деген сияқты бөгде ағзаларды тоқтатуға көмектесетін нәруіздер. Ответ бізде А болады. Ашық тұқымды өсімдік дейді де бізге қарбыз, жүгері, қарағай, қайыңды белгілеп қойған екен. Жалпы біз білеміз, жоғары сатыдағы өсімдіктерді біз екіге бөлеміз, ашық тұқымды және де жабық тұқымды деп. И мына жерде мен саған қазір вот маленький бір конспект дайындап қойған болатынмын. Сол жақта бізде жабық тұқымды, оның ішінде бізде алма ағашы, бидай, күріш, құлпынай, жүгері, қайың деген сияқты көбінесе бізде бұталар, шөптер және де кей ағаштар кіреді. Ал ашық тұқымдыларға бізде в основном үлкен ағаштар кіреді. Мысалға қарағай, шырша, арша, балқарағай, тис деген сияқты. Міне ашық тұқымда бізде мына жерде қарағай тұр. И мынаның ішіне біз қазір 1 минут қазір етіп қояйын. Міне мына ішіне біз қарағайды көре аламыз. И осы жерде бір вопрос болуы мүмкін, неге қайың емес деген сияқты. Себебі қайыңдарда қарағайлардың шишкаларына да ұқсайтын бір қалай қайың сырғалары деп атайды. Вот. И мына жерде айта кететін жайт, ол қайыңның шишкалары емес. Сол сырғалар как раз таки ол гүл шоғыры болып табылады. Жақсы ма? Ол гүл жері кәдімгі қайыңның, ол шишка емес. Вот сондықтан қайың ол бізде жабық тұқымды болып саналынады. Бағаналы жасушалардың кез келгенінен ересек организм түзу қабілеті. Вот мына сұраққа қазір қарайтын болсақ, көп жерде, көптеген талдауларда және де көптеген литература емес, просто жаңағыдай общий талдауларда бізде плюрипатенттілік деп белгілеген екенін сразу айтып кетейін. И мына жерде бізде спорный, себебі татипатенттілік деген тоже бола алады. И мына жерден біз именно қай даму сатысының қай уақытына қараймыз деген. Мысалға, егер де біз марулға қарайтын болсақ, бұл бізде тотипатентті болып табылады, яғни бұл кез келген жасушаның түріне бастама бере алады. В том числе мына көк түсті ол бізде баланы жасайтын жасуша кәдімгі. Ал мына қоршап жатырған жасыл түсті ол біздегі қалай мама мен баланың арасында тұратын, екеуін бір-біріне қосатын плацента сияқты, яғни экстра эмбрионды ұлпаларды жасайды. Яғни эмбрио, яғни баладан ұрықтан тыс ұлпаларды жасайды деген сөз. И бұл жерде негіз бізде татипатентті болу керек ответ. Ал мына тек қана баланың жасушалары көк түсті, олар бізде плюрипатентті болып табылады, ол кәдімгі үлкен ағзаны жасай алады. Алайда қазір егерде біз ананың ішіне осы мына плюрипатентті ішкі жасуша массасы деп аталады, соны салып қоятын болсақ, ол ересек ағзаға дейін дами алмайды. Неге? Себебі ол біз жаңағы айтқандағыдай, ол экстра эмбрионалды, яғни ұрықтан тыс, жаңа плацента сияқты ұлпаларды жасауға қабілеті жоқ ода. Сондықтан ол негізінен жасай алмайды. Алайда мына жерде мен қараған бір 2, 3, 4 разборлар бар, солардың ішінде көбі плюрипатентті деп белгілеген екен. Мен тотипатентті деп белгілейтін едім. Және де мен осыған арналған эмбриология сабағында бұны не үшін екенін дұрыстап сендерге түсіндіріп кететін боламын. Жақсы ма? Мына жерде ответті С дейміз. Амилаза ферменті крахмалдағы альфа-гликозидті байланысты ыдыратқаннан соң түзілетін өнім. Қара, біздің аузымызда амилаза деген фермент бар, и ол біз жаңағы өсімдіктерді жеген кезде соның ішінде крахмал болады, сол крахмалдарды ыдыратады. Крахмалдар біз білеміз в основном глюкоздан тұрады. Глюкоза, и осы крахмалдарды ол екі, яғни дисахаридтарға бөледі бүйтіп. Осылай бөліп тастайды. И екі глюкоздан тұратын әр дисахаридті біз не деп айтамыз? Біз оны мальтоза деп айтамыз, яғни амилаза крахмалдарды мальтозаға дейін бөледі. Басқаларын қарап өтетін болса, галактоза деген ол бізде глюкоза мен глюкозаға ұқсайтын моносахарид, ол бізде крахмалдың ішінде көп кездеспейді. Одан кейін лактоза ол бізде жануарлардың қанты да, сүттерінің қанты, ол да тоже кездеспейді. Мальтаза деген ол осы как раз таки мальтозаны потом еще тағы кішкене ұсақтандыратын фермент. Так что мына жерде бізде ответ тек қана А болады. 100 мл қанда болатын гемоглобин мөлшері. Так, мына жерде сразу белгілейміз 13 пен 16-ның арасында. Вакуольдің мембранасы дейді. Міне, бізде өсімдік жасушасы болатын болса, оның ішінде үлкен вакуоль жатады, и осы вакуольдің мембранасын біз
тонопласт деп айтамыз. Қалғандарын қарайтын болсақ, матрикс деген бұл бізде митохондрияның ішіндегі сұйықтық, грана деген ол бізде хлоропласттың ішіндегі фотосинтезге жауап беретін мембраналар жиынтығы, кристі болатын болса, ол бізде митохондрияның ішкі мембранасы, бүйтіп қатпарланатын ішкі мембранасын кристі деп айтамыз. Тамырдың тереңге қарай өсуі дейді, яғни төменге қарай өсуі дейді. И мына жерде әр ответті орап оқып шығатын болсақ, мына жерде біз оң геотропизм дегенге келеміз. Тропизм дегенде жалпы жаттап алыңыз, ол бізде өсімдіктің бір жерінің бір жаққа немесе бір жақтан өсуі. Мысалға, тамырының төменге қарай өсуі ол бізде тропизм, немесе сабағының жоғарыға қарай өсуі ол тоже бізде тропизм. И соған біз просто ат қойып тастаймыз. Мысалға, егер де ол жерге қарай өсетін болса, оны біз оң геотропизм деп айтамыз. Ал ол жерден жоғары қарай өсетін болса, яғни жерден қашып өсетін болса аспанға қарай, онда оны біз теріс геотропизм деп айтамыз. Мына геотропизмді кейбір жерлерде гравитропизм деп естисіңдер, себебі екеуінің бағыттары бірдей. Гравитропизм, ол яғни гравитация, ол тоже жерге қарай итереді, и геотропизм деген ол тоже жерге қарай деген сөз. Екінші түрі бар, мысалға фототропизм деген бір көп таралғандардың түрі, ол керісінше күнге қарай деген сөз. Яғни сабақ жоғарыға қарай өскен кезде ол оң фототропизм болып саналынады. Ал тамыр күннен қарама қарсы жерге қарай өскенде ол сол фототропизм болып саналынады. Мына жерде сонда біз ответ бізде А болып тұрады. Нәруз денатурациясына әкелетін ауыр металл тұзын белгілеңіз дейді. Бізде жалпы ауыр металдардың түрлері көп. Біздің ағзаға зиян, біздің жасушаға зияндары, сол туралы мен мына жерде кішкентай тоже конспект дайындап қойған болатынмын. Міне мына жерде скриншотқа түсіріп, әрқайсысын оқып ала аласың, қандай жаман ықпалдар беретінін біздің ағзаға. И оның ішінде мысалға кадмий бар, сынап бар, мыс бар, қорғасын бар. Мысалға кішкентай кезімізде там термометрдің ішінде сынап болады ғой, бізде сол сынып қалған кезде бізге ұстама деп айтатын да, себебі ол бізге улы. Вот неге? Себебі ол біздің ағзаға осындай нәруз денатурациясы деген сияқты заттар арқылы біздің ағзаға өзінің теріс эффектісін береді. Мына жерде сонда бізде кадмий болады, С. Мына натрий тұзы болсын, калий тұзы болсын, кальций тұзы болсын, бұлар кәдімгі біздің ағзада кеңінен таралған элементтердің бірі. Олар бізге зиянды емес. Фототропизмді бастайтын фитогормон дейді. Фототропизм деген жаңа айттық та, күнге қарай өсуі в основном. Фитогормон дегеніміз өсімдіктердің гормоны. И ол бізде ауксин. Қазір мен саған мына жерде көрсетіп кетейін. Міне, мына сары молекулалар бізде сабақтың ұшында орналасқан, сабақтың ұшы ауксин. И күн мысалға ортадан түскен кезде ауксиндар өздерімен өздері жүре береді. Потом күн бір жаққа шығады, мысалға, оң жаққа шыққан кезде ауксиндар керісінше сол жаққа қарай миграцияланады да, осы сол жақтың жасушаларын бүйтіп кеңейтіп, ұзартып өсіреді. И ол бір жақтықын өсірген кезде мына сабақ бүйтіп күнге қарай майысып бастайды. Жақсы ма? Сондықтан мына жерде бізде ауксин деп белгілейміз. И мынаны тапқан бізде Чарльз Дарвин, кәдімгі эволюцияның атасы. Табиғи сұрыпталудың генетикалық теориясы еңбегін жазды. Осы жерде қателесіп кетпе Чарльз Дарвин деп, себебі бұл Чарльз Дарвиннен кейін барып, оны Рональд Фишер деген 1930 жылы табиғи сұрыпталудың генетикалық теориясын жазады. Мына жерде тұрған жігіт. И ответ Рональд Фишер. Әкелік 15-ші хромосомының деляциясы дейді. Мынау именно әкелік деп белгілеп қойған. И мына жерде біз қазір жай айтып кетейін, Прадера-Вилли синдромы, және де мына жерде кішкене күрделірек түсіндіру, сондықтан бұл отдельный сабақ, жаңа хромосомалардың мутациясының ішіндегі, соған барып дұрыстап қарап алсаң болады. Так, құлық бөлетін бездер орналасады. Құлық дегеніміз біздің адамдардың құлағының ішінен шығатын сера, да? Ана жидкость бар ғой, вот сол сұйықтық. И ол бізде құлақ сыртқы дыбыс жолында, кәдімгі сыртқы дыбыс жолында шығады, себебі қалғандардан шығатын болса, онда ол сыртқа шықпай қалатын еді, себебі ана жерде бізде түрде барабанды перепонка түрде өткізбейді ол кезде. Міне, сыртқы дыбыс жолы деп белгілейсің. Бұл кәдімгі ауамен контактировать ететін бөлімі. Жасушалары бөлінуге қабілетті ұлпа. Бізде негізі в основном көптеген ұлпалар, көптеген жасушалар бөліне алады, алайда особенно көп бөлінетін, жалпы көптеген жасушаларға бастама беретін, ол бізде әрдайым түзуші ұлпа деп атаймыз. Немесе мысалы өсімдіктер болатын болса, кейде бұл жерде меристема деп те тұруы мүмкін. Жақсы ма? Меристема деп тұрса алданып қалмады, негізгі ұлпа деп белгілеп қойып жүрме, потому что көп осылай қателеседі негізгі ұлпа деп. Так, орташа мәндердің айырмашылығының статистикалық маңыздылығын анықтау үшін қолданылады. Мынау бізде в основном именно исследование жасаған кезде өте қажетті критериялардың бірі, және де бұны біз студенттің Т критерийі деп атаймыз. В общих чертах мен қазір жалпылай түсіндіріп кететін болсам, міне қара. Допустим, сен мысалға давлениені түсіретін бір дәрі ойлап табасың. И аласында 50 кәрі адамды бір топқа, 50 кәрі адамды екінші топқа бөлесің де, өзіңнің дәрінді екінші топқа бересің, мысалға. И осыған дейін, саған дейін әр екі группадағы давление, допустим, 160 болды деп айтайықшы да, мына жақта 160, мына жақта 160, екі жақтарда 160 болды. И сен дәрінді бергеннен кейін, мына группада 155-ке дейін мысалға давление түсті деп ойлайық. Мысалға 155-ке дейін.
Вот, осы жерде көбі қателесуі мүмкін да, мына дәрі деген оказывается давлениені 5 единицаға дейін түсіреді екен деп ойлауы мүмкін, алайда статистикада олай жұмыс жасамайды. Себебі статистикада бізде рандомды деген понятие бар. Яғни кездейсоқ ауытқулар. Ол просто кездейсоқ зат болуы мүмкін. То, что мына жақта екінші рет өлшеген кезде 155-ке түсіп кеткені, ол именно сенің ойлап тапқан дәрің емес, ол просто кездейсоқ жайт болып қалуы мүмкін. Біз статистикада әрдайым осыны ескеруіміз керек. Сондықтан біз сенің жаңағы дәрің арқылы түсті ма или түспеді ма дегенді анықтау үшін осы студент Т критерийін жасаймыз. Яғни мына жақтан келген цифрларды аламыз, сенің группаңнан, екінші группадан, бірінші группадан келген цифрларды аламыз да, екеуін бір-бірлерімен есептеп салыстырамыз, и соңында бізге бір мән береді. Сол мән арқылы біз айта аламыз, мынау статистикалық түрде маңызды ма, яғни сенің дәрін шынымен көмектесті ма, или статистикалық түрде маңызды емес пе, яғни бұл бізде кездейсоқ жайт болды ма дегенді бізге түсіндіріп береді осы студент Т критерийі. Міне орташа мәндердің айырмашылығының жаңағы 155 болды, сосын жақта 160 болды да давление, допустим. Соның статистикалық маңыздылығын, яғни шынымен өзгеріске алып келді ма деген сұраққа соны анықтау үшін бізде именно студенттің Т критерийін қолданамыз. Бұны жаттап алу керек болады. Ертең особенно университетке түсіріп жатсаң, сол кезде бұл статистика курсында почти 50% құрайды. Бұны біліп алу керек міндетті түрде. Ағаш сабағының негізгі қабаты. Мына жерден ағаш сабағын саған көрсететін болсам, ортасында бізде өзек бар, флаймен кселем өтетін, и өзек пен қабықтың ортасындағы барлық жерді біз сүрек деп атаймыз. Яғни осы бізде в основном негізгі қабат болып саналынады. Осыны біз сүрек деп белгілейміз. Глюкан мономері дейді. Бізде негізі полисахаридтар бұларда в основном, да? Именно үлкен көмірсулар, и бұлардың түрлері көп. Глюкан бар, мысалы гликандар бар. Именно глюкан бізде тек қана глюкоза мономерлерінен тұратын полисахаридтар, яғни крахмал ол бізде глюкан, целлюлоза ол бізде глюкан. Жақсы ма? Сонда мұнда сен глюканның мономері деген кезде глюкозаны таңдауың керек. Рибосоманың старт кодонды тануы, яғни рибосомалар алады да, старт кодон дегеніміз бізде жаңағы ақпаратты РНК-ға барып жабысуы, және де синтездің басталуы, яғни нәруіздің синтезінің басталуы деп тұр. Соны сұрап тұр. Вот сол этапты біз не деп атаймыз? Ол этапты біз инициация деп атаймыз. Одан кейін нәруіз жаңағы ақпаратты РНК-ның бойымен жүріп отырады, оны біз транслокация дейміз, және де нәруіздің синтезін тоқтауын біз терминация деп атаймыз. Міне дупликация деген ол бізде ДНК-ның екіге бөлінуі да. И вот осы үш этап, кстати, мынау бірінші, мынау екінші емес, мына жерде элонгация деген негізі, оны этапты элонгация деп атаймыз. Алайда сол элонгацияның ішінде бізде транслокация деген бар, и үшіншісі ол бізде соңғы терминация. Вот мынаны тоже бізде көп жерде кездестірген, именно ОБТ-ның нұсқау талдауларында. Сондықтан бұл моментте тоже білу керек. Фагоцитозды оңайлататын антиденелер сипаты. Жаңа біз айттық та, біздің денемізде иммунитетке жауап беретін нәруіздар бар, и оларды біз иммуноглобулиндер деп атаймыз, немесе антиденелер деп атаймыз да. Олардың тұсқындары примерно мынандай болады, міне. У әрпіне ұқсайды. Вот, осылар бізде қанның ішінде жүреді, ол жасушалардың бетінде де болуы мүмкін, и бұл бізге көмектеседі. Біздікі ғой енді. Бұл жаңа бактерияларды, вирустарды ұстауға көмектеседі. И вот соның бір функциясы, бұлар сол жаңағы бактерия мен вирустарды ұстағаннан кейін, оларды ұстап алады да, бүйтіп барып. Жаңағы макрофаг, немесе нейтрофил деген сияқты жасушаларға апарып береді. И жаңағы макрофаг пен нейтрофил деген иммунитеттің жасушалары, ол жаңағы ұсталынған бактерия вирустарды фагоцитоздайды, яғни жеп қояды. Сол жеп қоюды оңайлатуды біз коагуляциялаушы антиденелер деп атаймыз, немесе бұны басқаша апсонизация деп атайды. Апсонизациялаушы деп атайсың. Жақсы ма? Апсонизациялаушы немесе коагуляциялаушы. Бейтараптандыратындар деген ол в основном вирустарды нейтралдап тастайтындар, яғни вирустардың күшін жойып жіберетіндер. Лизистеуші және комплементарлық деген екеуі бірдей, олар бактерияның болсын, басқа да жасушалардың болсын, мембранасын барып тесіп лизистеп жібереді, яғни жарып жіберетін антиденелер. Вот осындай әртүрлі антиденелері бар біздің ішімізде. Жылдам талшықтарға тән. Так, мына жерде бізде нені сұрап тұр? Бізде именно біздің бұлшықеттің ішінде бұлшықеттер орындау жылдамдығына байланысты жылдам талшықтар және де жай талшықтар деп бөлінеді екіге. Жылдам талшықтар аты айтып тұр, олар резкий, олар там үлкен вестарды қатты көтеріп қалуда, мысалға немесе спринтерларда да қатты жүгіретін андай қысқа дистанцияға. Вот соларда көп қатты дамыған болып келеді, ал жай талшықтар олар керісінше андай ұзақ уақытты керек ететін, мысалға марафонецтер да, там бір күн деп жүгіріп кететіндер болады. Вот солардың іштерінде жай талшықтар өте көп. И екеуінің арасындағы жасушалардың айырмашылығы бізде бірталай. Вот соның бірін мына жерден қазір каждыйын қарайтын болсақ, кальций бөлінуі баяу дейді. Ол жаңағы бізде как раз таки баяу немесе жай талшықтарға керек, значит бұл жылдам талшықтарға келмейді. Қажуы баяу, ол бізде тоже, шаршауы ол бізде жай талшықтар, олар шаршап болмайды. Ал мына жылдам талшықтар болса, олар тез шаршайды, потому что адам максимальный скоростьпен там бір 30 секунд, 1 минут жүгірер, и сол кезде шаршап қалады. Ал марафонецтер бір күн деп жүгіріп кетеді.
значит мынау тоже болмайды. Миоглобин көп дейді. Так, миоглобин көп. Жоқ, ол бізде как раз таки негізі мынаған қатты қарамайды, ол жылдам ба баяу ма, бірақ баяуларда миоглобин кішкене көбірек болу керек. Себебі оттегі оларға көбірек керек. Так, митохондриясы аз. Вот, мынау бізде жылдам талшықтарға тән болады. Неге? Себебі бұлар оттекті көп қажет етпейді. Бұлар тез болатын болғандықтан, бұлар митохондрияны күтіп жатпайды энергия шығаруларына. Бұлар жаңағы цитоплазманың ішінде болатын гликолиз процесі арқылы, яғни анаэробты түрде тез энергияларды шығарып алады. Жақсы ма? Вот сондықтан бұның ішінде митохондриясы жаңағы баяу талшықтарға немесе жай талшықтарға қарағанда аз болады, и бұл значит бізде жылдам талшықтардың түрі. Мысалы қазір UFC немесе бой қарайтындарыңыз бар болса, мен мынандай момент айтып кетейін. Конор Макгрегор дегенді естіген шығарсыңдар, иә? Вот сол Конор Макгрегор, мысалға, оны көп айтатыны, анализ, мықты комментатор, анализ іздеушілер бар да, олар айтады, Конор Макгрегорда менің жылдам талшықтар қатты дамыған. Неге? Себебі ол бірінші раундта, екінші раундта өте қатты қауіпті, яғни опасный, оның ударлары қатты болып келеді. Себебі ода жылдам талшықтар көп. Алайда біз жаңа айттық, жылдам талшықтар тез шаршайды деп. Вот как раз таки Макгрегор 3-ші раундтан кейін уже өліп бастайды. Ол 3-4-5-те уже қатты төбелесе алмай қалады, қатты опасный болмай қалады. Ал Нейт Диаз деген немесе Хабиб Нурмагомедов деген естіген шығарсыңдар, оларда керісінше, олар деген өте ұзақ уақытқа шыдайтын боецтар. Вот, осындай бір қызық жайт бар. Дальше көз алмасына жарықты өткізеді. Біз мына жерде дайындап қойған болатынмын, көздің структурасын осыны скриншотқа түсіріп дұрыстап қарап алсаң болады. И ең бірінші жарықты өткізетін структура ол бізде мына қасан қабық немесе роговица. Мына қабық тұр ғой. Осыны біз қасан қабық деп айтамыз. Осы жерден ең бірінші бізде көздің алмасына жарық өтеді осы жерден. Жақсы ма? Сонда мында қасан қабық деп белгілейсің. Мутация түрін анықтаңыз. Так, мына жерде хромосомаға қараймыз. Мынау бізде жаңағы басында болған хромосома, и потом бүйтіп өзгеріп кетіп тұр деген сөзі мына жердегі, иә. И егер де біз қарайтын болсақ, мына жерде көк түсті бір область болған болатын болса, екінші жағында осы тап осы область бізде екі еселеніп кеткен да, мына жаққа дейін. Екі еселеніп тұр, яғни екеуі пайда болды, значит бұл көбейді деген сөз. И бұны біз дупликация деп атаймыз. Дупликация деген яғни екі еселенуі. Бұл мутацияның екі еселену түрі дупликация. Бас сүйектегі қозғалмалы сүйек. Біздің бас сүйегімізде, жалпы мына черепта бізде единственный тек қана бір сүйек бар қозғалатын. Ол бізде мына мен сөйлеп отырмын, мысалы осы жақ, именно астыңғы жақ ол қозғалатын мында. Вот. Сондықтан астыңғы жақ, үстіңгі жағында қозғай алмайсың сен. Немесе басындағы басқа сүйектерін ешқайсысын қозғай алмайсың. Астыңғы жақ. Ламарктың эволюциялық іліміне сәйкес, Жан-Батист Ламарк деген Чарльз Дарвинға дейін эволюцияны басын қалап кеткен адамдардың бірі деп айтсақ та болады. Вот сол тірі ағзалардың тіршілік құрылымдарының біртіндеп жоғарылауы, яғни эволюцияға ұқсайды да, кішкене біртіндеп деген, яғни этап бойынша даму деген сөз. Соның түсінігін көрсетіңіз дейді. Оны именно Ламарк өзінің кезінде градация ұғымы деп айтып кетті. Градация деген жаңағы кішкене біртіндеп өсуі. Алайда бұныкі кішкене эволюцияға қарағанда өзгешелеу болды, и бұны көбі қабылдамады. Эволюцияны бізде қалыптастырған уже Ламарктан кейін бізде Чарльз Дарвин қалыптастырып кетеді. Екеуінің арасында кейбір айырмашылықтар болады. Ең басты айырмашылықтардың бірі, Ламарк ол айтады, бүйтіп кез келген ағза совершенствоға, яғни олар әрдайым өзін дамыта береді, сондықтан осы градация ұғымы деп түсінеді ол. Мысалға, допустим, сен тұрасың да, қазір жаттығасың, бұлшық еттерін дамытасың, кітапты көп оқисың, анда оқисың, мында оқисың, миыңды дамытсаң, вот сол градация болып саналынады да, сен уже дамып келатсың, и сол келесі ұрпаққа барады деп ойлайды ол Ламарк. Алайда біз білеміз, қазір не совсем так. Оны дұрыстап өтуіміз керек болады эволюцияны өткен кезде. Так, мына жерде градация ұғымы екенін жаттап алайық, Ламаркпен байланыстысы. Тағы бір картинка, мутация түрін анықтаңыз дейді. Енді мына жерде бізде бірінші болған мына қызыл область, мына жақта бәше жоғалып кетті, яғни түсіп қалды, мынау түгелімен бүйтіп хоп деп түсіп қалды. Бұны біз делеция деп атаймыз. Яғни делеция деген ағылшын тілінен delete деген бар ғой, мысалы клавиатура delete деген тұр ғой жерде. Вот ол удалить деген сөз да, яғни кетіп қалды, жоғалып кетті деген сөз, делеция. Так, шеңберлі бұлшықет кездеседі дейді. Мына сұрақты көп көріп кеттім. Шеңберлі бұлшықеттер біздің денемізде дөңгелек қандай, мысалы көздің айналасында, ауыздың айналасында, и соған қарап белгілей қоясың мына жерде. Аны. Вот, 25 сұрақты уже бітіріп тастадық. Енді қазір бізде 5 сұрақ контекстпен байланысты, так что мына жерде дұрыстап оқып алуымыз керек болады. Жыныспен тіркес белгілер дегеніміз жыныстық хромосомада бізде әйел адамдарда ол XX, еркектерде ол XY, соларда болатын гендердің белгілері. Жыныспен тіркес белгілер анасынан ұлы мен қызына, яғни мына X ұлына да бара алады, и қызына да бара алады. Ал әкесінен тек қызына беріледі. Неге? Себебі баласына Y барғандықтан Y-дың ішінде бізде дұрыс гендер жоқ. Оның ішінде гендер өте аз. Сондықтан біз айтамыз, ал әкесінен тек қана қызына беріледі. Дұрыс па? Тек қана қызына беріледі. X. Жақсы зерттелген жыныспен тіркес белгілерге дальтонизм мен гемофилия жатады. Дальтонизм және гемофилия бұл бізде ауруларды. Дальтонизм түсті айыра алмайтын, гемофилия деген қанның ұйымауы. Бұл екі ауру да X хромосомада, яғни мына X хромосомаларда болатын геннің рецессивті аллелімен бақыланады. Яғни бұл бізде
ұйықтап жататын ген да в основном. Доминантты аллельдер аурудың болмауына жауапты. Егер де бір доминантты болатын болса, онда сен ауырмайсың. Так, енді кеттік, есептерді қарайық, сұрақтарды қарайық. Дальтонизм белгісі бойынша гетерозиготалы әйел дейді. Дальтонизм белгісі дегеніміз ол XD, да? Гетерозигота дегеніміз, яғни біреуі XD болады, екіншісі X кішкентайды болады. Міне, мынаны біз гетерозигота деп атаймыз. И бұл әйелді біз осы именно жыныс тіркесу контекстында біз оны тасымалдаушы деп айтамыз. Жақсы, мына жерде бір момент бар. Мына жерде негізі екі ответ келіп тұр. Бірі тасымалдаушы, екіншісі сау. Себебі мынау бізде сау әйел негізі. Бұл ауырмайды. Так что бұны да белгілеуге болады, алайда мен опять тексердім бұны. Көп жерде тасымалдаушы деп белгілейтін болу керексің. Себебі біз ғылымда именно есептер келген кезде болсын, практикада болсын, көп жерде именно осындай әйелдер болса, біз оған тасымалдаушы деген ат береміз. Неге? Себебі мына жерде оның жаңағы дальтонизмға жауап беретін гені все-таки жүр ішінде. Яғни бұл тап осы генді өзінің баласына немесе қызына тасымалдап беріп жібере алады. Сондықтан бұны біз тасымалдаушы деп атаймыз. Осы моментті жаттап ал. Так, дальше. XDY генотипте ер адам. Кстати, мына жерде бір айта кететін жайт бар. Міне қара, мысалы мынаны түсінбей қалу мүмкінсің. XDY не екен, немесе мына жерде, допустим, XDHY, XDH, андай буквалары астына үстіне шатасып кеткен кейбір жерлерде. И бұл жерде сен жалғыз ете алмайсың, бұл жерде сен өзің түсіну керексің негізі. И сондықтан мынаны өзіңе понятно болу үшін былай жазып алу керексің. Сен X дейсің де үстіне D-сын қоясың да Y-ды қасына жазасың. Міне, мынау XY деген, яғни мынау бізде ер адам, да? И вот осыны сұрайды, бұл қандай болады дейді. XD деген үлкендей болатын болса, яғни ол ауырмайды деген сөз, да? Сондықтан сен мына жерде тасымалдаушы емес, еркектер тасымалдаушы болмайды никогда, қыздар болады тек қана тасымалдаушы. Уақыт өте ауыратын жасырын белгіге ие. Жоқ, ондай жоқ бізде бұл. Мынау ондай емес, мынау түптен ауырмайтын адам. Міне, сау деген сыны белгілейсің. Ауру емес бұл адам. XDY генотипті ер адам. Іс жүзінде маңызды гені болмайтын хромосома. Ол бізде Y хромосома. Жақсы ма? Y имені 23-ші жұптағы Y хромосома, яғни 23-ші Y хромосома дегеніміз осы ішінде гені болмайды. Оның гені өте аз болады. Жақсы ма? Мына жерде қателесіп кетпе. Так, енді міне тағы осыларды дұрыстап тағы бір өзімізге понятно етіп жазып алайық. Бүйтіп XDHY дейміз мына жерге. Мынаған бізге XDH түсінікті болды деп ойлаймын. Белгісі міне мынандай ер бала мен мынандай қыз бала отбасын құрады екеуі. Осы отбасыдағы екі белгі бойынша, яғни жаңағы дальтонизм мен гемофилия бойынша генотиптік тұрғыдан сау балалардың дүниеге келу ықтималдылығы дейді. Так, мына жерге бізге ешқандай жаңағы кроссинговерді немесе рекомбинация туралы ешқандай информация берілмеген. Сондықтан біз мынаның ішінен гендар қалай бар, яғни гаметалар қалай тұрады, солай аламыз. Ешқандай орын алмастыру деген сияқты болмайды. Алайда алдағы уақытта сендер кездестіріп қалуы мүмкінсіңдер ондай есептерді. Бірақ если ішіне кроссинговер болады, немесе рекомбинация болады деген, оны бәрі біз генетикада өткен болатынбыз. Вот сондай специально айтылмаса, онда сендер гаметаларды бір-бірлерімен ауыстырмайсыңдар. Просто таблица Пеннет торына жаза қоясың бүйтіп. Хоп, хоп, хоп. Бүйтіп бөле қой мына жерге. Мына жерге әкесінің генотиптарын жаз, үстіне астына анасының генотиптарын жаз. Анасынан қандай гамет шығады? XDH деген шығады. XDH и X маленький D маленький H. XDH. Әкесінен бізде X үлкен D H и Y шығады. Y-да біз айттық гендар жоқ деп. Вот, мұны екеуі қосылған кезде бізде XDH, XDH. Яғни бізде сап-сау қыз шығады мына жерде, да? Одан кейін, міне себебі үлкен D бар, үлкен Х бар. Одан кейін бізде X, мына D-ны сала берейік, D, Х кішкентай, и X мына жақтағы кішкентай D, кішкентай Х. Мына қыз бізде дальтонизмнан сау болады, себебі үлкен D-сы бар, алайда гемофилия, яғни H деген гемофилия, ол жерде бізде үлкен H жоқ, значит, мына қыз гемофилиямен ауыратын болып шығады. Так, X, D, Х үлкен екеу, мынау бізде сап-сау бала болады, ал мынау болса бізде X кішкентай D, кішкентай Х, мынау бізде гемофилиямен де, дальтонизммен де ауыратын бала болып шығады. И бізге сау балалардың дүниеге келу ықтималдығын сұрап жатыр, яғни осы төртеуінен бізде мына екеуі, яғни үстіндегі екеуі сау бала. Төртеуден екеуі дегеніміз ол бізде 50%. Сонда сен мына жерде тұрасында С деп белгілей қоясың. Тау болса шешесің. Жаңа осыған дейін айтылған рекомбинация, кроссинговер деп айттым ғой, ол кезде уже мына жерде анадан мына жердегі гемофилия мен дальтонизмға жауап беретін гаметалардың ішіндегі хромосомалар бір-бірлерімен ауысуы мүмкін. Сонда бізде мынандай варианттар болады. Қазір просто айтып жатырмын саған, алда уақытта шатаспас үшін. Мысалы мынандай, допустим, үлкен D мен мына кішкентай Х бірге келіп қалуы мүмкін бүйтіп, и еще X кішкентай D мен үлкен Х келіп қалуы мүмкін. Хорошо? Алайда бізде есепте ол туралы ештеңе айтылмаған. Сондықтан біз оларға просто үндемейміз. Тау болса шығара қоямыз. 50% болады.
Гемофилия ауруы беріледі де, жаңа біз айтты, жыныспен тіркелген X хромосомдарда, ал жыныспен тіркелген X хромосома ол бізде тек қана 23-ші жұп. Сондықтан 23-ші X хромосома арқылы беріледі деп жаза қоясың. Так, енді біз қазір салыстыруларға көшеміз 30-тан 35-ке дейін. Біріншісі зиготаның хромосома жиынтығы. Зигота дегеніміз не? Зигота дегеніміз ұрықтандырылған жұмыртқалы жасуша. Жұмыртқа жасушасында бізде N, яғни ол гаплоидты болып саналынады. Одан кейін мына жерде сперматозоидта бізде ол тоже бізде гаплоидты болып саналынады. Олда да N, екеуі бір-бірлерімен қосылған кезде бізде үлкен зигота шығады, и ол бізде 2N болып саналынады. Сондықтан зиготаның хромосома жиынтығы ол бізде 2N деп жазасын. Потом көп жерде кездесетін бізде эндосперма деген бар. Эндосперма дегеніміз бұл бізде тұқымдар түседі ғой жерге, сол тұқымдарды қоректендіретін, тұқымдарды қоршап тұратын дәнді қоректі қабат. И ол бізде триплоидты болады. Ол жер бізде 3N болады. Оның барлығын біз өсімдіктердің көбеюі кезінде қарастырған болатын. Бізде 2 ядро тұрады, яғни N деген, и потом еще тағы да сперматозоид келеді, үшеуі бірімен қосылған кезде бізде 3N шығады. Вот. Дальше эпителий мен оның астында жатқан ұлпаларды біріктіреді. Бізде көбінесе эпителий, потом оны деген жаңа қанның тамырлары бар да, ет бар, немесе май бар. Вот солармен бізде біріктіретін ол бізде борпылдақ немесе рыхлая соединительная ткань, борпылдақ дәнекер ұлпасы болып саналынады. И тері мен артериялық қан тамырдың қабырғасында болады, яғни оларға эластичность, серпімділік береді. Ол жерде, потому что мысалы артериялардың ішінде давление көтеріледі да, вот соның барлығын мықты етіп ұстап тұру үшін бізге серпімділік беретін ол бізде тығыз талшықты, яғни плотный да, уплотненный, вот осы тығыз талшықты дәнекер ұлпасы болып саналынады. Мына жерде бізде витаминдердің жетіспеушілігі туралы сұралынған, және де бұл туралы бір үлкен таблица бар, да? Әр витамин А, Д, Е, К, Б1, Б2, Б3, Б5, Б6, Б12, Б9, солардың әрқайсысында жетіспеушілігінен бізде пайда болатын аурулар бар да, типа анемия, рахит, там, не знаю, ночная слепота деген сияқты, түнгі соқырлық деген сияқты. Вот. И вот соны сұрап тұр мына жерден бізде Б1 жетіспесе бізде бери деген ауру болады. Ал ПП деген ол бізде Б3 немесе басқаша қалай ниацин деп атаймыз да. Б1 деген ол бізде тиамин. Тиамин. Так, ПП немесе Б3 бұны біз ниацин, бұл жетіспесе бізде пелагра пайда болады. Ну просто жаттап алатын. Жаттап алатын дегенде, егер сен аурулардың симптомдарын білетін болсаң, негізі бір-бірлерімен ұқсатуға болады примерно. Қатты қиын зат емес. Так, қанның ұюы үдерісіне қатысады. Екіншісі микроағзалар тіршілігін жояды. Мына жерде опять же бізге нәруздар, мына сұрақта байқасаңдар, нәруз көп келіп тұр бізге. Мына барлығы нәруздар. И қанның ұю үдерісіне қатысатын ол бізде фибриноген деген сияқты нәруздар бар. Қанның ұю процесінде қатысатын. Сосын тромбин деген бар да. Микроағзалар тіршілігін жоятын, ол біз жаңа осыған дейін айттық. У әріпіне ұқсайтын не? Иммуноглобулиндер немесе басқаша оны антиденелер деп атаймыз. И ол біз жаңағы вирус бактерияларға қарсы тұрып, оларды нейтралдап, оларды жоятын біздегі нәруздар. Митоздың анафазысына тән процесс, митоздың метафазысына тән процесс. Мына жерде біз білеміз, митозда біршама этаптардан тұрады. Осыған дейін айтқан болатынмын. ПМАТ деп жаттап алсам болады. ПМАТ. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза. И бізге метафаза мен анафазын тұрап тұр. Бірінші анафазысына тән дейді. Анафазда бізде мына қара. Мына жердегі микротүтікшелер, жіпшелер немесе осылар бізде қысқарып жатыр. И ол қысқарған сайын хромосомаларды екі жаққа тартып жатыр анафаза кезінде. И соны іздейміз мына жерден. Хромосомалар экваторға жинақталады, жоқ, ядро қабықшасы бұзылады, жоқ, кариотиноз жүреді, жоқ, бөліну ұршығының жіпшелері қысқарады. Иә, міне бөліну ұршығы дегеніміз міне осы. Осыны біз бөліну ұршығы деп атаймыз міне мынаны. Вот соның жіпшелері қысқарады дейді, значит бізде анафазаға мынаны белгілейсің бүйтіп. Одан кейін митоздың метафазасына тән, ол бізде қара. Метафазаның тағы бір ең басты бір ерекшелігі мына жерде хромосомалар экваторға жиналады бүйтіп. Бір-бірдей болып. Қысма? Сонда мына жерде хромосомалар экваторға жинақталады дегенді апарасын, екеуін бір-біріне қосасын. Так, енді бізде көп жауапты сұрақтар басталды. И мына жерде кішкене түгелмен екі бал алу қиындау болады. Бұл жерде прям назар аударып, зейін қойып, кәдімгідей дұрыстап оқу алу керек болады. ICSI әдісі дейді. Мынандай десті көрдіңдер ма? ICSI әдісі дегенде, ICSI деген ол ағылшын аббревиатурасын тікелей аударып тастаған, міне. ICSI деген intracytoplasmic sperm injection дейді. И бұны егер де біз қазақшаға аударатын болсақ, шәует жасушаларының интрацитоплазмалық инъекциясы. Яғни жасанды түрде ұрықтандыру. Мысалға видео адамдар болады иногда да, балалары бола алмайтын да, мысалы еркектен болуы мүмкін, ол әйелден де болуы мүмкін. И вот сондай кездерде бізде осындай ICSI деген сияқты тәсілдерге адамдар жүгінеді, чтобы балалы болу үшін. И бұлар барлығын ICSI немесе одан да басқа бізде біршама тәсілдері бар, солардың барлығын біз ЭКО деп айтамыз. Экстракорпоральды ұрықтандыру немесе инвитро ұрықтандыру деп айтады. Инвитро экстракорпоральды деген, яғни денеден тыс. Негізі табиғатта мысалы ол дененің ішінде болатын зат та, ана ағзасының ішінде болатын зат ұрықтандыру деген.
алайда бұл бізде уже жасанды түрде қолмен жасайтын болғандықтан бұны біз экстракорпоральды ұрықтандыру деп атаймыз осының барлығын. И мына жердегі заттарды скриншот жасап немесе видеоны тоқтатып дұрыстап оқып алып, потому что мына жерде кейбір қызықты информациялар берілген, алдағы уақытта керек болып қалуы мүмкін. И вот осыған қазір біз қарап отырып мына жердегі сұрақтарды таңдайтын боламыз. Эко техникасының бір түрі дейді. Вот мынаны тау үшін айттық та, экстракорпоральды ұрықтандырудың техникасының бір түрі. Иә, ол бізде бір түрі болып саналынады. Сынауықта моноклонды антиденелер алу, моноклонды деген поликлонды деген не деп сұрап жатсам, оның барлығымыз иммунитет кезінде өткен болатынбыз. И вот сол кезде түсіндіріліп кетеді, алайда ол үлкен тема, сондықтан қазір просто айтып кетейін, бұл жерде моноклонды антиденелер жоқ, сондықтан бұл жерде X дейміз біз. Сынауықта жұмыртқа жасушасын бірнеше сперматозоид ұрықтандырады. Мына X әдісінің особенності, мысалы басқа әдістерде біз бір жұмыртқалы жасушаға апарамыз да бірнеше жаңағы сперматозоид немесе шәует жасушаларын беріп жібереміз. Ал мына X әдісінде біз бір жұмыртқа жасушасына кәдімгі бір сперматозоидты укол арқылы егіп жібереміз. Яғни тек қана біреу керек. Мына жерде бізде бірнеше деп тұр, значит бұл тоже болмайды. Бактерияларды себуация жоқ, бұл есе бактериямен ешқандай байланысы жоқ. Сперматозоидты жұмыртқа жасушасының цитоплазмасына инъекциялау, бұл конкретно прямой аудармасы да, міне шәует жасушаларының интрацитоплазмалық инъекциясы деген тап осы сперматозоидты жұмыртқа жасушасының цитоплазмасына инъекциялау. Яғни бұл тоже бола алады. Гибридома алу әдісі жоқ. Бізде мына жерде гибрид, адамдарды гибрид алмаймыз да, біз ол біз үшін пока что этичный емес. Гибридома болмайды мына жерде. Сонда ответ амин е болады. Пектиндік заттардың қызметі. Пектин деген ол тоже жаңағы целлюлоза деген сияқты, крахмал деген сияқты полисахарид, да? Структурасы кішкене өзгешелеу, конечно. И соның бізде басты біздің ағзаға енсе, мысалы көбінесе фруктыларда, алмада, апельсинде, цитрустарда көп болады да. Біз сол ішімізге енетін болса, бізге тигізетін негізі пайдасы бар біршама. И вот, негізі пайдасы көп оның. Мына жердегі мен қарап шыққанда барлығы келеді почти. Алайда ең жақын келетін үшеуі бізде ол мыналар болады. Қара, токсинді сыртқа шығарылуына әсер етеді, иә, бұл бізде детоксикация жасайды біздің денемізге, ол дұрыс болады. Холестерин сыртқа шығарылуына әсер етеді. Мына жерде тоже бола алады, в принципе. Бұл да тоже жаңағы талшықтар, целлюлоз сияқты холестериннің шығуына әсер етеді. Алайда ол қалай бірінші орында емес. Сондықтан біз отмен дейміз, потому что бұдан да больше совпадать ететін, мына жерге келетін варианттар бар. Ішектегі микрофлораның шіріту әрекетін бәсеңдетеді, иә, бұл деген жаман бактерияларды өлтіреді, жақсы бактериялардың гүлденуіне алып келеді. Так, одан кейін нәжіс қалыптасуына әсер етеді. Бұл тоже холестеринмен байланысты, сондықтан бұған да негізі әсер ете алады, алайда бұны тоже белгілемейміз біз. Себебі бұдан да келетін бізде ответтер бар. Кондитерлік өнеркәсіпте іркілдек түзеді. Иә. Мысалы кез келген желатин, мармелад деген заттардың барлығына бізде осы пектиндік заттар қолданылады. Осы үш ответ басқаларына қарағанда больше келеді, сондықтан біз осы үш ответті таңдаймыз. Рас ма? Осындай момент негізі алданып қалмау керек, себебі мына жерде айттым да, жаңағы Б мен Д тоже кішкене болсын келеді, по идее связанный негізі. Алайда қалғандары А, С, Е бізде больше келеді. Ауаның қызуын арттырып жылыжай эффектісін тудыратын зат. Жылыжай эффектісі деген жаңағы осы глобальный потепление, да, вот солмен связанный момент. И оған бізде в основном көмірқышқыл газы, иә, СО2 ол келеді бізде, ал болады жоқ, оттегі болмайды бізде, пестицидтар жоқ болмайды. ДДТ деген жаңағы инсектицид, бұл деген жәндіктерді ұшыру үшін, оларды кетіру үшін шашатын зат. И негізі на самом деле бұл тоже кішкене влиять етеді, алайда маңызды фактор болып саналынбайды. Сондықтан біз X деп айтамыз. Метанна прямой әсер ететін, ол даже көмірқышқыл газынан да хуже әсер етеді, алайда бұл ауада көмірқышқыл газына қарағанда азырақ бұл болады. И су буы, иә, ысыланған су буы көтерілген кезде бұл тоже жылыжай эффектісіне әсер етеді. Жылыжай эффектісі дегеніміз жалпы просто атмосфераға мына үш зат осылар көтерілсе, мысалы да, міне олар көтеріледі, біздің атмосфераны, біздің биосфераны жауып тастайды. И жауып тастау арқылы біздің планетаға келетін қызу бар ғой, сәулелер, соларды кері космосқа шығармай қалады. Бұлар ұстап қалады да, соны планетаны ыстатады сөйтіп. Вот соны біз жылыжай эффектісі деп атаймыз, міне осы үш зат. Қозғалу органоидтары. Атпа жасуша дейді. Атпа жасуша деген бұл бізде гидраларда болатын. Естедіңдер ме? Гидраларда болатын жасушалар, ол бізде қозғалуға жатпайды. Миожіпше немесе миофибрил, басқаша миофибрил, иә, бұл бізде қозғалуға жатады, бұл шығады. Жалған аяқ, иә, амебаларда бұл оларды напрямую қозғайтын органеллы. Митохондриялар жоқ, ол бізде қозғалатын емес. Гидрош қозғалу емес, кірпікше деген тоже, да, инфузория туфелька, да, мысалы, оларда бізде қозғалуға жатады. Б, С, Ф болады. Так, пиримидиндер дейді. Мына үшін біз пиримидиндерді таңдау керекпіз. Бұл нені сұрап тұр бізде? Біз білеміз, нуклеотид, яғни нуклеин қышқылдары, да, ДНК мен РНК-ны жасайтын нуклеотидтар бізде екіге бөлінеді. Сақинасының санына байланысты. Егер де бір сақина болатын болса, ол бізде пиримидиндер деп атаймыз. Пиримидин деп қояйын. Тек қана бір сақина болатын болса, екі сақина болатын болса, оны біз пуриндар деп атаймыз. Пиримидиндар олар бізде, так, қайсы еді ол бізде? Тимин деп, ода бір сақина, одан кейін урацил, ода бір сақина, және де цитозин, ода бізде тоже бір сақина. Ал пуринға бізде аденин жатады,
және де екіншісі гуанин. Жақсы ма? Бұны біз ДНК-ны өткен кезде қарастырған болатынбыз. Вот мына жерде сен белгілейсің сонда тиминді, урацилді, цитозинді. Бұларда бізде бір сақина бар, бұларды біз пиримидиндер деп атаймыз. Осымен бітті. Келесі нұсқа талдауда кездескенше сау бол.